Үндістанның күріш алқабы қандай әдемі, қараңыздар. Мынаның бәрі не деп ойлайсыздар? Бұл қырман екен. Күрішті өндіріп, пісіріп, міне жасап отыр. Қарашы қандай күшті әдемі. Барлығы жұмыс жасап отыр. Күрішті қалай өңдейді, күріш қалай піседі деді. Сұлы ғой, мынау сұлы сияқты ғой. Енді осыны ашитын шығар, иә? Мәссаған. Мынаны қайнатып ішсе деген керемет қой. Ем ғой адамда. Күріш па, сұлы ма? Күрішті ашымай тұрып осылай болатын тұр ғой. Бірінші рет көруім өз басыма. Міне осылай еңбек етеді екен. Күн 30 градус ыстық болып тұр. Сөйтіп мемлекетке сатады екен. Біздің достарымыз бізге осы нәрсенің бәрін көрсетіп жүр. Бұл Кайт-Нагар деген жердегі жер. Ар жағындағы не болды екен? Сап-сары түсінбедім. Мынаның бәрі еңбек енді, тұнып жатқан. Мына жақтың бәрінде күріш жатыр, ар жағында сап-сары жүгері. Бұны да өстіп өндіріп, піскеннен кейін жинап алып аршиды екен. Қара, жүгерлер сонда да қатты болады. Білмеймін, біздің жүгері сияқты емес. Жей алмайсың. Şu bunu kuydurup жейді ғой. For